Баршаңызға қайырлы күн достар. Қазіргі таңда хитке айналып жатқан әртүрлі магазиндерде, респешнде болмаса фотозонада тұратын осындай декоративный, әдемі, сәнді құмыраны формасыз үй жағдайында жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар: гипс, канцелярский пышақ және осындай қалтқылар. Мен пеноплексті пайдаландым. Сіздер ақ қалтқы пайдалансаңыздар болады. Ручка, ыстық клей және кардон қажет болады. Пеноплекстің қалыңдығы жұқа болғандықтан мен 2 штук алдым. Сіздерде қалың пеноплекс болмаса, қалың қалтқы болса, соны біреуін пайдалансаңыздар болады. Енді бірінші бетіне өзімізге керек құмыраның суретін салып алатын боламыз. Осындай құмыраның суретін салып аламыз. Екеуіне де салып, қиып алатын боламыз. Канцелярский пышақпен тегістеп, әдемілеп, біркелкі етіп, қиып алатын боламыз. Міне екеуіне де бастырып, екеуіне де қиып алдым. Бізге ортасы қажет болады, құмыраның бейнесі қажет болмайды. Енді ыстық клейдің көмегімен екі қалтқыны бір-біріне тегіс етіп, бірдей етіп жабыстыратын боламыз. Міне осылай ыстық клейдің көмегімен бір-біріне жабыстырамыз. Және осы қалтқыны астын бітеу үшін кардонымызға жабыстыратын боламыз. Осылай жабыстырамыз. Және құмырамыздың ортасы ашық болу үшін ортасынан түскен қиындыны бір-біріне жалғап, оны да жабыстыратын боламыз. Міне осылай жабыстырып дайындап аламыз. Енді гипсімізді ыдысымызға салып, оған су құйып, араластырып, қатты сұйық емес, орташа қоюлықта араластырып езіп алатын боламыз. Ішіндегі барлық түйіндері кеткенше араластырып аламыз және жаңағы дайындаған формамызға құятын боламыз. Осылай барлық жағына тегіс құйылуын қадағалайсыздар. Міне осылай бір тегіс етіп гипсімізді құйып шығатын боламыз. Және тегістеу үшін қалтқымызды қозғалтып жіберетін боламыз. Міне осылай барлығын тегістеп құйып шығамыз. Енді кепкенін күтетін боламыз. Қатты кеуіп қажет емес, жарты сағат тұрса болады. Міне, жарты сағат тұрды. Енді астындағы кардонынан бастап алатын боламыз. Канцелярский пышақпен кеспесеңіздер де болады екен, бірден алынады екен. Осылай абайлап, сынып кетпес үшін жаймендеп алатын боламыз. Міне ортасында алатын боламыз. Менде қалтқы қисық жабысып қалғандықтан құмырам сәл қисықтау шықты, 2 бөлік болып. Сіздер соны ескеріңіздер. Енді легенімізге су құйып аламыз. Осындай қисық түскен жерін канцелярский болмаса кәдімгі пышақтың көмегімен бір тегіс етіп кесіп шығатын боламыз. Және осындай жиектерін дөңгелетіп, барлығын қиып кесіп шығатын боламыз. Міне осындай бірдей емес жерлерін бірдей қылып жіберетін боламыз. Жиектерін міндетті түрде дөңгелетіп кесетін боламыз. Енді осындай наждактың көмегімен суға батырып тұрып, барлығын тегістейтін боламыз. Кардон жуылған кезде алынып тасталады. Оны уайымдамасаңыздар болады.
Осылай наждактың көмегімен барлығын тегіс қылып егеп шығатын боламыз. Енді төбесін осындай ручка тәріздес ұзынша затпен болмаса пышақпен гүл сиятындай етіп тесетін боламыз. Өзімізге керек тереңдікте осылай суға батыра отырып тесетін боламыз. Міне біздің құмырамыз дайын болды. Осылай қойсаңыздар да болады. Немесе аққа, қараға, қазіргі таңда хит түстерге боясаңыздар болады. Негізі гипстің өзі толық кепкеннен кейін, толық 1-2 күнде кебеді. Сол кезде өзі әппақ түске боялады. Мен сіздерге видеоға көрсету үшін ақ түске жайлап бояп қойдым. Енді ішіне өздеріңіз қалаған гүлді салсаңыздар болады. Мен бақшадан осындай гүлге ұқсайтын әдемі үлпілдек шөптерді салып сіздерге видеоға көрсету үшін салып көрсетіп жатырмын. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға таратып қойыңыздар. Міне бізде осындай әдемі, сәнді декорымыз дайын болды. Бұны магазиндерде өте қымбат бағаға сатады. Сіздер өз қолдарыңыздан менің видеомды пайдаланып, үй жағдайында жасап алсаңыздар болады.